Сәлем достар, менің есімім Алтынай. Мен сіздермен өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тіс пастасындағы түрлі түсті жолақтар нені білдіреді? Жалпы тіс пастасын алар кезде осы жолақтарға мән беріп қарайсыз ба? Мен сіздерге осы жолақтардың құпиясымен бөлісетін боламын. Қара, жасыл, көк, қызыл жолақтар тіс пастасының химиялық құрамын көрсетеді. Қара жолақ тіс пастаның құрамы толығымен зиянды химиялық қоспалардан тұрады. Яғни мұндай тіс пастасын қолданып керек емес. Жасыл жолақ тіс паста құрамы табиғи, пайдалы қоспалардан тұрады. Яғни химиялық қоспалар жоқ. Қызыл жолақ тіс паста құрамында адам денсаулығына зиянды қоспалар бар екенін білдіреді. Жиі қолдануға, жұтуға болмайды. Көк жолақ 20% табиғи қоспадан тұрады, ал қалған 80% химиялық қоспа. Ал енді біздер үй жағдайында тіс пастасының қандай түрін қолданатынын сіздерге көрсетейін. Мінекей, химиялық қоспалар жоқ, табиғи қоспадан тұратын, яғни жасыл жолақты тіс пастасын қолданамыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.